Осы кен батыс қанатын қайтару бойынша жер қойнауын пайдаланып, салдарын жою жобасына қосқан ортаны қорғау. Жалпы осы турасында жазып жүр. Кәсіпкерлік жұмыстар жүргізеді. Вакыт. Регламент вакыты. Вакыты? Ага. 15-15. Бүгінгі шараның жүру барысында 10-нан 10-ға шейін тіркеу. Уақыт 30 минут. 10-дан 18-ге дейін қоғамдық төрағасының хатшысы сайлау. Құтарту бекіту, аймақтық әкімшілік өкілдік сөйлеуі, осы кен орнының бас қанат қайтару жер қойнау пайдалану салдарын жою жобасының орталық қорғау бөлімі 11-ге дейін ұйымдар өкілдерінің пікір айтуы мен баяндаушылардың сұрақтарға жауап беруі және қорытынды шешім қабылдау. Бұл қамтылып жатыр. Барлықтан қайырлы күн. Біздің бүгінгі қоғамдық негізгі тақырыбы осы Басай кен орнының батыс қанатын қайтару бойынша жер қойнауын пайдалану салдарын жою жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі табылады. Ең тақырыбы. Және осы жоспарланған қызметтің бастамашысы осы қолданымда жауапкершілігі серіктестігі, ал осы бағалау жобасын әзірлеген Ақчекин Игорь Бочкинова. Негізіне тоқталып кететін болсақ, осы бағыт қоғамдық тыңдалым осы 2021 жылы жаңартылған экологиялық кодекске қаралып жасалынады. Яғни 96 бабында қоғамдық тыңдауларды өткізу. Нақты айтатын болсақ, біріншісі мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Және екіншіден мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу ережелеріне сәйкес өткізілуі тиіс. Және нақты осы аумағы туралы айта кететін болсақ, осы әкімшілік жағынан қолданымда жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шарттық аумағы осы Ойыл ауданының аумағында, Ақтөбе облысының оңтүстік батысында, Батыс Қазақстан облысының әкімшілік шекарадан шығысқа қарай 7 км жерде орналасқан. Облыс орталығы Ақтөбе қаласы зерттелетін алаңынан солтүстік-шығысқа қарай 234 км шақырым жерде орналасқан. Осы шыңғылау теміржол вокзалы жұмыс алаңынан солтүстікке қарай 167 км қашықтықта орналасқан. Ірі елді мекені осы Қарауыл болып табылады. Осы елді мекендерге дейінгі арақашықтықтары көрсетілген. Қарап отырсаңыздар болады, қанша аумақта, қанша километрді құрайды. Және осы барлау жұмыстарын жүргізу кезеңінде судың тұтыну көлемі қандай болады? Яғни бұны біз тоннамен есептедік. 420 тонна. Осы техникалық су айтатын болса, осы тұрмыстық шаруашылық қажеттіліктер судың негізгі есебі 109 тоннаны құрайды. Енді осы өндіріс және судың қалдықтары көрсетілген. Барлығы неше тоннамен есептеледі. Қарап отырсаңыздар болады. Және осы атмосфералық ауа шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шаралар, қандай іс-шаралар жүргізіледі. Мысалы айтатын болсақ, жалпы жоба бойынша жұмыс жасау барысында қалыпты санитарлық гигиеналық еңбек жағдайларын қалыптастыру және атмосфералық ауаға әсер етудің ең төменгі деңгейін қамтамасыз ету үшін келесі алдын алу іс-шаралары жүзеге асырылуы тиіс. Яғни шармен күресу үшін автожолдар мен жұмыс алаңдарына су себу, ауа ластануының алдын алу үшін ДЭШ және де барлық көліктердің қозғалтқыштарына шығарылатын газдардың уыттылығын тексеріп отыру керек. Және пайдаланылған газдар қолданыстағы нормаларға сай келмейтін техникалар мен көліктерді линияға шығаруға тыйым салу керек. Жұмыстарды орындау барысында өрт қауіпсіздігін сақтау өте міндетті болып табылады. Топырақ жабындысын қорғау шаралары. Топырақ жабындысына әсер етуді азайту үшін бірқатар ұйымдастырушылық техникалық шешімдер мен шаралар әзірленді. Бірінші айта кететін болсақ, монтаждау және бөлшектеу кезінде технологиялық платформалардың бетін жоспарлау. Барлау учаскесін қалпына келтіру және оны кейіннен іске асыру пайдалануды шығару бойынша жұмыс жоспарының болуы. Техникалық жабдықтарға арналған алаңдарды гидроизоляциялау және де жағалау. Құралдар мен әдістердің тізбесі бар төтенше жағдайларды жою шараларын әзірлеу. Аумақтарда ластаушы заттарды жинау және жою. Барлау жұмыстары аяқталғаннан кейін техникалық жұмыстарын жүргізу тиіс. Қорытынды айта кететін болсақ, осы кен орындағы жұмыс кезінде
халықтың қауіпсіздігі мен табиғи ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін ең маңызды рөлді ережелер, нұсқаулықтар мен стандарттар жүйесі атқарады. Оларды сақтаушылар осы басшылар мен қызметкерлер үшін міндетті болып табылады. Барлық персоналға қатысты осы айтылған барлық қауіпсіздік ережелерін сақтауы тиіс. Соның арқасында біз табиғатқа аз да болса өзіміздің көмегімізді тигізе аламыз. Жұмыс барысында қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелеріне сәйкес қажетті жабдықтардың барлық түрлерін орнату, және тексеруге техникалық қызмет көрсетуге, персоналды оқытуға және практикалық жаттығуларға басымдық беріледі. Яғни осы айтып отырғандай, біз оған тек айтып қана қоймай, барлық персоналда арнайы практикадан өткізу, оларға арнайы білім беруі тиіс. Сол арқылы біз оның алдын ала аламыз барлығын. Назарларыңызға рахмет. Егер арнайы сұрақтарыңыз болса, қоя аласыздар, сізге жауап береді. Сұрақтар бар ма? Doğada öldürmüşsün. Öldürmüyorsun. Kızım. Sana ne edersin? Bir ұсыныстарыңыз болса, айтыласыздар, біз оны түртіп жасап яғни алдын алу сіздерге. Айтылған заттарыңыз барлығы ескеріледі. Ұсыныс деген көп қой. Мысалы, осы жерде енді көп нәрсе пайдаланды уақытында. Осы жетігілге қандай айтуға болады? Көмектесу жағынан, жастарға бір нәрсе салып беру, ұйымдастыру, әкімшілікке көмек беру, жағдайы жаман адамның балдарын, жағдайы жаман балдарын мектепке апару қолғабыстар бола ма сіздерде, болмайды ма? Халықта бұл жерге меншікке жұмысқа кіргеннен кейін, халық сендерге осы халық түбегейлі кіре ала ма? Biz bu şekilde жұмыс жасаймыз. Енді сіздер бізге жетігілге келсін профессия мүшеге өтесің, ауылдық жерде тұрғынды жерде жұмыс жасады. Соның әлеуметтік жағдайына қаралуға мүмкіншілік бола ма сендерге? Балдар мен сендерге қоя алмай тұрмын, білмеймін. Жоқ. Қоюға да сен айтсын. Енді басып, миллионға басып өтсін, кішкене айтайын. Ол бұл қыздар экологтар, бұлар проект жасап береді бізге. Біз мынаны қайтып бұрынғы қазылған скважиналарды ликвидация жасаймыз. Қайтып орнына келтіріп, бетін топырағын алдық қой. Соны ертең бәрін қайтып орнына келтіреміз. Скважиналарын бәрін жабу керек. Қазір себесек оны қыста сүйемейміз бәрі. Бәрі қатып қалады. Сол. Ертең Құдай қаласа жұмыс болып жатса, оны жұмысқа ауылдың адамдарын алуға, ауыл акиматқа көмектесуге, оны біз бюджетті бәрін полностью ойылға беріп отыр. Түсіндім бұл Ойылға беріп отыр. Біз қарауға бермейміз. Жоқ, ол деген, мысалы, Қазыбаевқа мен мысалы тоқтап тыңдайын. Қазыбаевқа ойылға бере алмайсың сен. Өйткені бере алмайтын себебім, ол Қазыбаев ол бәрін алып кетеді, ол жетуге проценті қалу керек қой. Жоқ, проценті қалу керек, оны шешіп. Жоқ, енді соны мен мына жиналысқа келіп сен келіп қалдың, мен несімен дайындап тұрмын, жаңағы ұйқыдан шошуын дайындап жүрмейді. Енді дәрет жақсы түсіндім, Қазыбаевқа. Оның бәрі енді Қазыбаевқа шешетін болып тұр ғой. Иә. Ол енді мен осы жерге келіп бәрін берсекке жібереді ғой, бәрін жетуге. Ол иә білмеймін, қаяқ келетін. ол тез ғана мына арзандап болу керек. Сосын мына жерге келген кезде сіздерден мен өтінішім сұрайтыным, осы ауылдың жақсы еңбекқор кісілер мына шылмайды, мен құдан беріп отыр. Осында жақсы іске араласатын жігіттер бар, өмір бойы трактор айдап, бітір айдап осы жерде өзінде. Сондай адамдарда комиссия құрып, Қазыбаевқа да жібермей өзінің жергілікті несіне біздің құқығымыз бар ғой, сұрауға. Ал оны бізге алда дым сұрайды, мен енді өз жеріме өзім ораман болып қойдым, 10 жыл болды. Жаңа осы күшке қолым салып қояды мен. Бұрында сала алмадым, енді салып қояды. Енді сұрау, қазір сіздердің тәріптеріңді қарап отырсам, мен тыңдасам, сендердің жақсы көмек бере аласыңдар. Сендер әдемі көмекті беріп жүрсің. Жоқ, оны көмек беріледі, бірақ бізде инвесторлар қазір бізде. Инвестор бізде шешілген адамдар. Біз ол ұсынысты береміз оларға. Қағаз береміз, қағаз жөнінде. Олар бөле ме, бөлмей ме, өздері біледі. Сосын бізге бөлсе, біз Қарағойға бөлеміз. Бірақ біз
просто ауызбен айтқанша қағазбен жазу керек. Бізге осындай қағазда түрден болу керек ауылда. ауылдың несі жазып берсеңіздер, мен генеральный директорға апарып беремін. Ұсыныс жасап жатыр. Ауылдың адамдары осындай ұсыныс. Су кетмесе мысалға едәуір ақша алып қалады деді. Ауыл қолдамады. 402 баптың пәленше тармағымен балдарың жұмыстан кетеді, келген оғаным бір балам пожарныйда бір келген майышыпты, халықты үгіттеуді ақырсатма сен қарсы қойдың деп, сосын мен білмеймін. Балдар өздері өшті, өзі кетті, бірақ мен елдің тақыметін төтенше жағдай құрылды ғой. Менің заңым бойынша, Қазақстан бойынша атысқа састан деп бергесі төтенше жағдайға. Ол далада отырған үй бола ма, жалғыз бола ма, оған қарадық. Негізінде менің айтып тұрғаным сол, мен халықты қарсы қойып тұрады ғой. Мен өзім сұрап тұрған нәрсем сол. Ең болмаса қорасында 3 миллионнан 5 миллионнан жетуге түзелу үй бар. 5 миллионнан беріңізші, ауылына кіргенде де қорасы деген болып тұрса, бұл ауылда кім тұрады деп айтасыңдар ба? Қорасы қорасы. Ол айтып, сол бәрі қарсы қойды. Бірақ қоймадым, әлі айтып жатырмын. Жақсы, рахмет, түсіндік шаруаңа. Сол, Ары істі жалғастыр. Сен енді азамат жігітсің ғой, мен сені білемін. Екеуміз бірге жүрміз, менің жолдастарыммен бірге жүрміз. Үйге деген бүйрегің санаулы жақсы жігіттердің қатарында. бізде бойынша ауыл жақсы болғанды көресіз. Бірақ қолымыз қысқа да сосын барып сіздер сияқты неғылмаймыз. Бірақ жаңағы біздегі жаңағы мына ауылдан сіз былай үйреткенде кішкене көзі ашық па жігіттер. Ауылдың азаматтарының ішінде әкім жолдас отыр ауылда. Халқына жақын жаңа сіз айтқан мен болашаққа алдан әр жердің өзінің иесі болады, егесі болады. Осы бала енді егесі мен шегесі осы ауылдың деп білемін. Еліне бұрылады деп білемін. Кім сайласа да халық сайлады. Біреулер шүйіс сайлады дейді. Біреулер халық сайлады дейді. Мен халық сайлады деймін. Жартысы шүйіс сайлады дейді. Кім сайласа да елдің егесі мен шегесі келді деп ойлаймын. Және айтар ауылға еститін құлақ келді деп ойлаймын. Мысалы бізде құлақ жоқ, көбіне басылар болды ғой. Көбінде құлақ жоқ. Бірақ өздері бар. Бірақ оларда құлақ бар. Ауылдың жігітті табиғаты, елдің азаматтары бәрі жақсы халық, жақсы жуас халықтар, қонақжай халық, барын қолына беріп, халықтың деп сенетін халық. Сондықтан жаңағыда бөлінетін ақшаларыңды қазбайып қоймайсың, шарасын көрсетсеңдер, осындай бізден сұраңдар, осындай адам, 10 адам қол қойып жатсаңдар, біздер ары қарай шеше аламыз деп айтсаңдар, олардың көздері ашылады. Мен жаңа деректер келіп жатыр. Біздерде алтын медаль көп болады, ғарышкерлер көп болады деген сияқты. Әйтеуір, бәрі жақсы болады. Жастарға сенемін. Болды, рахмет. Қыздар, сендерге рахмет. Бірақ сіздерге бір айтатыным, келгенде жиналыста қанша проценті қатысу керек жиналыста. Нешеуі қатысақ, қатыспайды кетіп қойған ғой, адам түгел емес болса, 2 адам ашып кетіп қоймайсың. Сендер соны сұрауларың керек. Янтор балдар менге аламын. Сендерде болашақ. Сендерде біздерді өркендететін, егемендік елімізді, жерді ұстайтын. Ана жер бос қалатын болса, оны көзі қызығушылар көп болады, сондықтан оған көтеді әкімге. Сондықтан сендер жерді беруге тырысыңдар, жиналысты аштыруға, халықты ұйымшалдыруға, тарттыруға. Келіңдер, мен айтамын ана жер көтергісінде суына, жеріне бәріне айтамын деп. Келіңдер, түсіндіремін деп айтыңдар. Ата біздер жаңа 2 сиыр болса, бір Назарбаев айтқан. Соны 4 сиыр қылып жүре береміз тәртібі. Жер қойнауында алтын байлық бар, жақсы нелер бар деп оны білмей қаламыз біздер. Сіздер оқығаннан кейін жүресіңдер. Жақсы, рахмет. Сол. Жалпы түсінуіңізді болды теманы? Мына жерге келіп отырған ойын түсініп отырсыз ба өзіңіз? Жоқ, мен жаңа келдім. Түсіндіру түспайды. Мына қоғамды бізде бір болар ұстап жүрдіңіз ғой жаңағы мына жерде. Сол скважинада бәтейік қазір. Қайтадан Өкіметке қайтарып жатырмыз. қолданған жерлерін сен қарай шақырып отыр. Мұнайшы маған 4 скважин ба бекітілді? ал 4 скважин. Сол 4 скважинда Аспан деген ағамыз келіп отыр. Сіз бар деген компанияның атыраусыз сол жерде жұмыстан аласыз. Есігі басқа, соны кездер жауып үшін дейміз. Түсінікті осын деп атқан ғой, халық түсінбей қалып, мына картасы болып шықты. Проект институттар, олар сол үшін өткізу керек та, заңға не істеу үшін. Біздер капремонт осы көздерін жауып, былай айтқанда маларын тазалап бар. Орындарын түзеп. Ашық жатқан ғой, бұрын дәметкен ғой. Ашық жатқан ғой. Енді шықпағасын жабу керек, бұрынына келтіру керек, бұрында дәметкен, мүшелер шығады. Бірақ газдың қоры бар. Болашақта келеміз деп айтсайшы, біз күн сөйлесесіз,
Gazdың қоры бар, сертификат жасатып береміз, күшіп болады. Газдың қоры бар ғой. Иә, Бірақ айтайын. оны шығару үшін Ішінде сайлап тұрып, мен сен тұрған сөндірген болдым. Көшпеңдер, газдың қоры бар, жастар ауылға келсін, үміттен шайтан деген сияқты Құдай айтып қаласа. Сол үшін қанша ақша салынды бұл жерге? Иә. Тастап кете алмаймыз ғой. Иә, Где-то уже біздің 70 миллиондай доллар кетті осыған. Осы қазынамыз бар, неміз бар, бәрі кетті. Енді оны тастап кете алмаймыз. Оны арғы жылсадан деп, Құдай қаласа мына Қытайлармен договорға отырып жатырмыз. Біз газ береміз. Олар жаңағы генераторларын әкеліп қоя деп жатыр. Құдай қаласа. Үлкен генераторын қойып, тоқ береді. Тоқ береді. Жоқ, бүкіл облысқа береді ол. Жаңыз мына немен Орал облысына, Ақтөбе облысына берейін деп отыр тоқты. Білмеймін енді, пока келісім жүріп жатыр. Біздегі есебінен қода бізге шыққан газдың ұшығы қойылады. Иә, біз сол есептеміз. Газ береміз, олар өздерінің несін оборудованиесін бәрін әкеліп қояды. Потому что арқа біз ақшамыз жетпей жатыр. Өзіміз істеуімізге. Олар Қытай өзі 425 миллиард берді Қазақстанға. Ағама. Олар көбеден береді, олар азғантай адам береді. Азғантай адам береді. В основном, ауылға қамтап келмеу деген жоқ, 10 шақты адам береді, қалған бәрі жергілікті адам жұмысқа. Олар айтқан алып келмейді, олар инженерлерін әкеліп, сосын үйрететін адамдарын әкеліп, үйрететін тағын сарқыраттан Егер инвестор тауып жұмыс жүріп болса, ол жаңа өзінің заңына тұрғылықты жерден халықтың қандай проценті бар. Ауыл тұрғындарынан біз жұмысқа алады. Бірінші ол жұмыс жүру керек. Қазір сіздер ертең келіп, ана кіші айтып кетті ғой, жаңағы мен күйеуімді деп қой, баламды деп қой, түсінбей қалмай ғой. Жерге келсін, жұмыс жүрсін, басталсын, сол кезде ғана біз жаңағы халықты қамтамасыз етеміз. Мына тақырыпты мына кісілердің айтып тұрған экологсыздар болса, иә? Соған ғана сұрақ туындау керек қой бізде. Жаңағы бұл жерде қайта ұстау қалай болады, сол туралы сұрақ туындау керек. Жаңа қазық депті ғой енді, жерде үңгірі қазық алды. Үңгірі қазық алды жерді. Бәрін ашып қарадыңыз жоқ. Қазір ашық күйінде жатыр деп тұрсыз. Енді оның орны толықтырып жабу керек. Жақсы жұмыстанатын суды қайдан аласыз? Сіз сумен толықтыру керек. жоқ, су толтырмайды. Енемен толтырасыз. Ол ішіне мен толтырмайды, ол ішіне жоқ қой. Енді ашықтар Цементпен изоляция жасалды. Цементпен изоляция жасалды. Иә, соның бәрі цементпен сіздердің жасаған жеріңіздің бәрі мысалы шабындықтың жолы, ненің жолы не шығар? Қай жерсің мына? Жолда қанды көріп, иә. Мына жаңа эколог балдар ойлайсыз, мына жерде ауылдың шетіне келіп, осылар келіп, осы сіздермен шақырды. Жерді дүмбіді, жерді қақты, кәбілдер тартты. Ана солардың тұрған жеріне тіпті шөп шықпай қалды ғой. Түгел қонбасып кетті. Оны кім есе айтады? Ол кетті уже бұлар. Қалай кетті? Қалай кетті? Соған кім жауап береді? Экологтар қайда? Соған мендерін тауып алуға болмайды. Келіп тұрған жеріне шөп шықпай, ауыл түгел қонбас болып қалды. Ана шет жаққа барсаңыздар, вообще жүрмейсіздер. Бұрын қандай ма? Қазір қандай? Мына ауылдың шетінде солардың тұрған жеріне шөп шықпай қалды. Тіп өз қоныстанған жері шөп шықпай қалды. Тым жоқ қазір. Шықпай да қараңыз. Ал ол не болады? Мында тұрды ғой, қос айтқасын тұрды ғой. Онда бар да? Онда бар. Мына шет жаққа келіп тұрды, жаңа жерді дүмбітіп, соқтыма кәріпәттіма, мен солар біргендерін істеді. Ал солар тұрған жерді вообще қалтадан шөп шықпайды. Ал ол жерді істейді біздер. Сол келіп айналып бүлдіріп кете береміз, білмейміз деп үстінде де береміз. Оған кім жауап береді? Ал экологтар демесіздер ма? Экологтар соны қарайсыздар ма? Қазір барып көрсетейін, бар сол жерді істер. Қылтылап шөп жүрген жер. Жоқ. Бара-бара ол жерден ауылға кіреді, ана ауылға кіруге қалды ол жер. Қонбасы болды. Ал ол жерді кім қарайды? Қыздар қазір ол кезде болған жоқ олар. Енді соны сіздер барып көріңіздер, отырған сөйлеп келдіңіз, соны айтыңыздар сіздер. Бұл қыздар только мына творческого. Оған кім келеді? Творческого жауап береді. Департамент бар арнайы. Енді соны сіздер жеткізбейсіздер ма? Біз қайда білеміз мына жерді? Жоқ, сіз жаңа айтып жатсыз маған. Не бұл жерде болмаған? Бірінші келу бар. Оны кім тауып береді? Ол осы экологияға жазу керек. Осындай алпыс шықпай жатыр. Жаңа жүргізіп жатыр. Біз осымен міне жаңа отырдық.
осыған эколог деген білмейміз ғой. Экологты білсеңіздер, сіздер мұнай тасыдыңыздар талай. Мына талай жолға төгілді, мына Жасыбайдың бойы суға төгілді. Жолға төгілді. Экологтар соны не қарамайды, қараңызшы. Экологтар мұнайдың қалдығы, мен жаңа жолда жұмыс жасадым. Анаға төгіп көрсін жерге, қандай болатынын. Жерді қырғызып алып, топырақ сетіп көрсін. Ал мына грейдеріңізді қаншалық уақыт төгіп қойдыңыздар. Эколог осы жерге жоғарыға тасыды, сіздер емес шығар, басқа компания. Қаншама жерге төгіп қойды. Бетін бүйтіп көтереді, жүре береді. Ешкім оны қарап, эколог қайда сол? Не қарамайды солар? Экологтар. Ал енді соны айта берсем, олар біздің айтады, сіздер қарап ана фотоға сөйлеп кетіңіздер, болмаса қазір. Сосын соны айтыңыздар, халық сұрайды. Біз жазып берейік. Ол қояды, ауылға деген кіріп өтіп, көрген шығар, бәрімізді көріп отырсыз. Ауылға мына шешақтың вообще келмеген жүрмейді қазір. Бұлай қашты, ол жерден мінетін бар болмаса. Соны сіздер түсіріп алып кетіңіздер. Біздер қол қояды. Рахмет аға ұсынысыңызға. Негізі айта беретін болса, экологиялық проблема болуы мүмкін. Біз барлық жерде бірде жүре бермейміз ғой. Біздің қаламыздың өзінде де қазір деген неше қарапайым түрде ала беретін болса, бұл кәдімгі көне қуантатындай емес. Сондықтан да осыны маған айту керек, шыны қарау керек. Біз бұл жерге бірінші рет келіп жатырмыз, ұсынысқа көп рахмет айтамыз. Түсіндім. Бұны сіз жаңа айтпасаңыз біз де білмейміз. Бұның айтылу керек. Бізді күтпей-ақ сіздер, білу керексіздер, экологтар бар екенін. Бұл проблема кім шешеді, сол уақытта қызығу керек еді, мысалы. Экологтар бізде қайдан келмейді деп отыр. Ауданнан шешіп тұр, ауданнан шешіп тұр. Мамандар иесі оларды. Бізге дондар жоқ болып тұрады. Өзіміз жейтей тартып аламыз, олар жейтейге. Солардың бәрін қаралып отыр. Қазір камераны, қара камерамен баласы тойға барады. Сұрақ бар ма алдыңызда? Жоқ. Сондай қылмас болмауына деген бар ғой. Мына жақта солай болмайды. Бере аласыздар ма, өйтіп қылмаспай тұрасыздар? Түсінбедім. Қазылатынан 4 жер бар ғой, коммунатынан. Соны айтты ғой, бұны үшін өскен жоқ деп. Сондай күміспе албай. Мынтелді дейді ғой. Жоқ, бұндай айтады. Мына отыр ғой, дастан отыр, алдында мына нелер тұр ғой, жиналып тұрған жерлер тұр ғой. Жерді қайтты текстейді, сол өзінің Текстілер, ертең ол жер шу өсемейді дегенім. Конечно, өседі. Жаңағы жайымның жерлері асып кетпесін дегенім. Жоқ, қаланың слойды алдық қой. 20 сантиметр, 30 сантиметр алынған нені жанына жинап қойдық қой. Сіздер бұл топырақпен тегістейсіздер ғой. Мына жерді 49 жылға жалға береді. Мысалы, жер алып отырсын, соның ішінде бүткіл несі жерге абырау өтпес айтып, мен жетіне келген, бәрі бар дейді. Шыңғына келетін болса, бар ғой. Сол сияқты топырақтан сүйіп кеткен, орында бірден екпейсіздер ме? Орында бірден сеппейсіздер ме? Бізге жоңыш керек көшешен. Тегістелгесін шығар. Жоқ, бұлар тек бетін алынған топырақ қайт орнына қоямыз ғой. Иә, қайтта орнына қойып тұр ғой. Бұрын өзі құнақ шықпай қалмай ма, ертең көрді? Шығу керек. Құмпасын бәрінде болмаса. Жоқ, құмпасын шығу керек. Сол үшін ғой 20 сантиметр, 30 сантиметр қырып алатын. Қырып алып, шетке өкіп қойып. Потому что ана қалған қайт орнына. Қырып алып кеткендер қайда алып кетеді? Сонда тұр ғой. Ол экологический неге жатпай ма? Сол жерде қалды ғой. Жоқ, оны қайт орнына кестейді. Топырақ алғысы сол күйінде қалады, күнәлығын сақтап тұрады деген. Сосын қайтадан астқа түсірген уақытта ол топырақпен бірге бірігеді да, қайтадан күнәлығы шығады. Жаңбыр жауатын істейді деген сияқты ғой, сонымен бірге ол қайтадан сіңісу керек ол деген барлығы сразу жинап кетпейді. Бірақ та ол жайлап бірден болады. Бірден болмайды, жайлап болады. Иә, жайлап болады. Бірақ өйткені жаңағыда құм басып кету дейтіндей болмайды. Өйткені құм басып кетеді, өйткені ол топырақтың астында жабылса, қалып қойса, бірге барлығын араластырып тастаса, ол не болады? Бізде ана сұрақ туындап тұрған жаңа сізге айттым ғой. Банк тұрған жері құм сахара сияқты болып тұрған бір бөлігі. Ол деген вообще ол жерде деген жайылып болған жер ғой. Банк деген компания келді, ол жерде ешқандай бұғылау жүрген жоқ. Склад болған жоқ. Бірақ техникалар тұрды, сол жерде өткен жаңағы жерде бір удар беретін бір техникалар келді. Ол жерлерде жаңағы шнурлар жүргізіп, сол кетті, сол кеткеннен кейін ол жерге шықпай қалды. Сол жерде тым шықпай қалды. Соны айтып тұрған мәселе. Ал жаңағы скважина соққан жерді көреміз енді, ол практикада болған жоқ. Қазір сіз айтып отырсыз, көмеміз, қайта орнына келтіреміз, қайта шөп шығып кетсін, шыққаны өзімізге қойды.
Осы себебі жаңа айтып жатқан жұмыстар көріп жүрмін бар. Олар жаңағы трубаны алып жатыр, сыпырғылау кезінде кеткен. Соның орнына қалып сен уже ештеңе сорып шығарған жоқ. Бізде де таба алмадық, кейде алып жатыр. Соның орнын цементтен біде бар. Енді егер ол шықпай жатса, ол да бөлек мәселе болады. Мен сізде келіп тұрса, егер сіз енді курстасыз. Жаңа банктан сіз курста емессіз. Енді сіз курстасыз. Енді егер ол жерде жаңағы үш жылдың мәселесі ғой, жаңа шықпай жатса, ол сұрақ туындайды. Жаңа біздегі жаңа мәселе өзімізге барып жүрген жеке жаппаққа шыға берістегі Ақтөбеде әдірісқа келді? жердің құнарлығы. Сіз сол екеуі департамент жұмыс істейсіз ба? Есің бір нәрсесі бар ма? Компаниясы. Корточка бір нәрсе бар ма? Тұма? Bir şey var, gündürme şey iş bilen, o ite... Енді жастар бадарда бұл тұрақты айта алмайтынымыз ғой. Мысалы сізбен водитель бола бір андай аналармен жақсы мәмілеге келіп теңімен тезек өзіміздің балаға Актив деген мекеме Ташкентский баняның қасында. Үшентаржы сарызды. Соған барсаңыз болды. Бұна балдарды табады. Сіздердің келгендеріңе рахмет. Біздің көзімізді ашып тұрсыңдар. Әуелде тек қана аудан қызым сізге қандай режим. Ауылдың балдар жігіттер дұрыс. Бұлай бір вақтада барғаны бар. Естіп, ал жерде ауаны қырып тастағандарын бар. Естіп, біздерде жаңа осы вақтаға барып келіп, көздері ашылып келіп, бір 300 мың теңгеден ақша алып келіп, сәлем бермей жүрген балдар бар ауылда біздерге. Солай жаңа ашылады. Енді сіздер кетіңдер, жаңа тіркеліп, экологиялықтан солай барып сұрап, Қазыбаевқа кетіп қалады дегенде, ол неге кетіп қалады деген сияқты сұрап, солар бәрін енді ашыламыз. Рахмет. Заңды ғой газ. Шақсындыру ғой 1-2 күннен кейін бар. Ауылдың ішіне дейін газ кіріп кетті. Сонда газ болып тұр өзінше. Жоқ, газ бар. Газ жақсы. Енді оған завод қою үшін, мини завод, переработка жасау үшін $100 миллион керек. Вот 100 миллион. Газ верит. Мамандарға келіп түсіндіріп жатсыздар. Осыған түсіндірілмейді деп жатыр. Түсіндіріліп жатыр, жұмыс жүріліп жатыр. Сіздерде келген мақсаттарыңыз орындалсын енді. Сіздерге енді ой халықтың енді ауылда жүріп қалмайды. Ауылда туылдық ой мынадай ғой, мына жерден ертең бәрі қылса, ауылға жаңағы арғамыздағыдай халыққа тегін газ тарту. Енді сол үмітіміз өшпес үшін сіздерден жұмыстарын сұраймыз. Жаңағы жүйелерді алса, енді онымен прямо жұмсайтын сіздер еді. Тауып тұрған сіздер жақсы жұмыстарыңызда халыққа жақсы жағдай болады. Енді қазір сіздер шын айтқан жоқпыз. Тілек айтамыз. Сол болса елге жарам болмайды олар. Газды айтып қой, газдың қоры көп, соған жаңағы ой салу керек, бұл тарту керек. Осы мынаны ағалардың жақсы жұмыстарыңыздар. Оның болсын, рахмет. Мен саған істедім, елге бұрылады. Келе жатқан мына мереке күні, республиканы құтты болсын, елдеріміз сау болсын, бала шағамыз болсын. Кәсібімізде берекет табайық, қайырлы салада болсын. Көп рахмет сіздерге.